Сонда қол жайып және бата қылу. Бата деген сөз жақсы сөз айтады. Біреуге жақсы бір сөзді ғұмырлы бол, жақсы ұзақ болсын, бақытты бол, әрқашан қай жерге барсаң да жолың ашық болсын, аспаның ашық болсын, денің сау болсын деген сөздердің барлығы тілек. Жақсы тілек. Әрбір бір адамға қаратыла айтатын жақсы сөзі сол жәнегі тілек, дұға, батамен қалыптастырған. Тек қана тілей салмай жәнегі қазақтың алдында тіпті біреу қонаққа келсе де бір малын әкеп сойылатын болса, қане бата қылайық малға деп, және батамен малды солған арнап çalатын болған. Және басқасы бала дүниеге келсе де және бала шірет дүниеге келгенде азан айтып оң құлағына және азан айтып есімін қоюы, айғайлап сенің есімін Ерасыл деп тағы басқа да жәнегідегі тілек. Қазақта сөз бар, жақсы сөз жарымыз деген. Әрбір жақсы сөзді ғана айтыңдар деген. Мылтықты айтып кеттік. Жоқ, шоқпар ол тымда жүреді. Кездік дейді. Қылыш, пышақ, кездік дейді. Сол пышақ, оның үлкен түрлері бар, жәнегі соғыс қаруындағы қылышпен, жәнегі басқа несі алмас қылыш деп жатады мысалға. Сол кездік. Осы жеті қазықтар, соның екі-үшеуі және аң құстан, және ит, жылқы, бүркіт сияқты құстан және ит түрлері болса, қалған және темірден өндірілген және. Алдында бірінші үлкендердің несін аладың? Батасын аладың. Батаның өзінде де тек қана тілек деген бар. Тілек дегенде біз тойларда айтып жүреміз ғой. Тек қана сөз айтып, біреу сыныптасында біреу туған күні, туған күні құтты болсын, сабағыңды жақсы оқы, әке-шешеңнің мақтанышы бол деген сөздеріміз бұл тілек. Ал енді бата дегенде не жүреді? Жәнегі қане көтер білекті деген жаратқан қабыл сен тілекті деп келетін баталарда осы сөздерге қарайтын болсақ, батаның маңызы не көтерілу екен? Қол жайып, алақанда білекті көтеріп, осылай бата беріледі екен. Темір дәуірінен бері қарай темірден жасалған заттар осындай. Соның бірі дұрыс берел мылтық дейді. Мылтық, ол кездегі мылтықтар және шитті мылтық дейді қазақтары. Абайдың Жидебай музейіне барғандарыңыз бар ма? Абайдың Жидебайдағы Абайдың үйі, Абайдың тұрған кезіндегі музейіне барсаңыздар, сол кезде мына жағында Абайдың тошанасы дейді. Сол үйінен бөлек мына жерде тошанасы деген жер. Соған кірсеңіздер, мына бұрышта Абайдың ұстаған мылтығы тұр. Әлі күнге дейін сақталып тұр. Және тағы бір темірден жасалған зат, сол кезде саятшылыққа, аңшылыққа келген. Ол майлауыз қақпан дейді. Қақпан білесіздер ғой? Үлкені бар, кіші сол